бар жиғанын алаяққа беріп, өзі пәтерде жүр. Ассалаумағалейкум қазақ елі. Роза Әлқожа Нұрғали Нүсіпжановтың қазіргі жағдайы туралы айтқан екен. Бұл туралы Массагет KZ сайтында жазылды. Қайырлы күн, сазгер, әнші, ұстаз Бағлан Бәбіжан құрбымыз біраздан бері ағаға барып қайтайық деп жүрген. Кеше соның сәті түсті. Халық әртісі, бүгінгінің аңызы Нұрғали Нүсіпжанов ағамызға сәлем беріп бардық. Биыл сахнада жүргеніне 70 жыл толады екен. Өзі 87-ге келіпті. Талғардың Ақниет деген саумал орталығында жиылғандар ән сұраған соң, шама келгенше бірнеше ән орындадық. Бақыт аға мен Айзада әпке немересін де ала келіпті. Ағадан бата алып, ырымдап жатыр. Біз кейде қасымыздағының қадірін білмей, жеке қалдырып, құса қылып жатамыз. Неге деген сұрақ туады осындайда. Аға жер үй сатып алсам деп жинаған бар ақшасын Шәуілдірден келген бір алаяққа беріп, енді соны ала алмай пәтерде жүр екен деп жазған екен. Ассалаумағалейкум қазақ елі. Қазіргі заманда расымен де шыны керек, осы алаяқтардан қорқатын болдық. Полиция департаменттерінің де парақшаларына кірсеңіз, осындай алаяқтар пайда болыпты, мынандай алаяқтар пайда болыпты. Абай болыңыздар, кодтарыңызды айтпаңыздар, нөмірлеріңізді жаңа өздеріңіздің данныйларыңызды ешнәрсеңіз айтпаңыздар деген сияқты ескерту жасап, халыққа құлағдар етіп жатады. Расымен де осындай алаяқтар көптеп кетті. Звондап жатады, өзімізге де талай рет звондады. Бірден енді блокқа қойып, ол кісілермен қайтадан байланысқа шықпауға тырысамыз. Бірақ та ағамыз осылайша алданып қалған екен. Жер үй сатып алам деп жүрген ақшасын қазір ала алмай пәтерде жүрген сияқты Роза әпкеміз осы жағдайды айтқан екен. Шынында да өкінетін, жылайтын жағдай. Ағамыздың кім екенін білмеді ме ол кісі, не себепті бұлай жасайды? Ұят қой мынау, масқара ғой, сұмдық қой. Бұл расымен де өкінішті жағдай. Енді Құдай қаласа құқық қорғау органдары ағамыздың ақшасын кері қайтарып алуға барынша жәрдемдерін тигізеді деп ойлаймын. Құдай қаласа өз ойлаған жер үйін сатып алсын, барлығы жақсы болсын. Әпкемізге де риза болдым, сәлем салып барған екен. Сондай керемет пост жазған ағамыз жайында. Барлығы жақсы болсын. Құрметті қазақ елі, сіздерге де барлық жақсылықты тілеймін. Аман болыңыздар.